Все должно быть нормально. Начался 4-й раунд. Вот. Магомедов вот настолько увлекся активными действиями. Активизировался Яраш в предпоследнем раунде. Шаршалаңда жан алысып, жан беріскен дәл қазір жекпе-жек өтіп жатыр. Мейірболат Тойтов пен Яраш Магомедов арасындағы кездесу жанкүйерлерге ұнап жатыр деген сенімдеміз. Себебі өздеріңіз байқап тұрсыздар, қарағандылық көрермендердің қиқуы дәл қазір біздің Мейірболат Тойтовқа үлкен жігер беруде. Әйтпесе дәл қазір боксшылар біраз шаршап қалғандай көрінген. Алғашқы раундтардағыдай емес, қарқындары дегенмен шаршаған кездегі тиген соққы екі есе, тіпті үш есе ауыр тиетіні белгілі. Сондықтан жекпе-жектің соңғы раундтарында абай болмаса болмайды. 56 килограмм келілік салмақта біз нокаут, нокдаундарды көптеп көре бермейміз. Десек те ара кідік дәл осы салмақ дәрежесінде де біраз жанкүйер көңілінен шығатын жекпе-жектер өтіп тұрады. Міне сондай кездесулердің бірі дәл осы Мейірболат Тойтов пен Яраш Магомедов арасындағы кездесу деп айтуға болады. Міне аяқта әрең-әрең дегенде тұрып қалған Ярашты көріп тұрсыздар. Мейірболатқа дәл мұндай сәтте мейірімділік танытуға болмайды. Қарсыласын дәл қазір соққылармен төпеп тастау керек. Дәл осыны бапкерлерді дәл қазір Мейірболаттың құлағына жеткізіп айтуда. Міне көріп тұрсыздар енді. Әзербайжандық боксшының бағанағы қарқынынан қарқында қалған жоқ. Дәл қазір сол жігердің жекпе-жек басындағы күштің, рухтың бойында бірде қалмаған секілді. Жаңа Мейірболатқа мейірімдік танытатын жер емес деп айтып отырған себебімде түсіндіріп өтсем, жақында ғана біздің ұлттық құраманың кеңесші бапкер болып тағайындалған украиналық маман Валентин Остяновтың мынандай бір пікірі бар еді. Қазақ боксшыларына спорттық тұрғыдағы қатыгездік, қаталдық, яғни батылдық жетіспейді. Шаршалаңға шыққанда қарсыласты аямау керек. Бір соққыны дарттың ба, одан әрі ұра түсуің керек деген қағиданы ұстанған. Қарсыласты есеңгірететіндей бір соққы жасағаннан кейін шегінуге болмайды дейді. Үстін төпелей түспесе, қарсылас одан әрі күш жинап, намысқа тырысып, тіпті өзіңді есеңгіретіп кетуі мүмкін дейді. Сондықтан мынау әсіресе кубалық боксшылар секілді, украиналық боксшылар өздеріңіз білесіздер. Яғни шаршалаңда қарсыласты аямау керек. Біздің қазақ боксшыларына тән өзі бір қасиет десек те болады, бір ұстаным десек те болады. Шаршалаңда өте әділ жекпе-жек өткізеді біздің боксшылар. Яғни боксшының желкесінен ұру, болмаса рұқсат етілмеген жерден ұрып, қарсыласқа ауырлық жасау деген болмайды. Біздің боксшылар, яғни көрерменге ұнайтын жанкүйерлердің делебесі қозатын боксты ұсынады, өз жанкүйерлеріне шабуылға ұмтыла береді. Міне
қорғануды аса жақтыра көрмейді. Неге десеңіз, бұл спорт ең алдымен жанкүйерлер үшін. Міне дәл осы қағиданы біздің боксшылар берік ұстанған. Әрине, өз кезегінде бұл ұстаным көп жағдайда барлық кезде жеңіс әкеле береді деп тағы да айта алмаймыз. Десе де басты жеңісті, басты ұпайды біздің жанкүйерлер үшін. Жанкүйерлер үшін, өз қазақ ел үшін қазақы намыспен бокстасатын біздің боксшылар ешқашанда әділетсіз спорттық әкетке жатпайтын қылықтармен көзге түспейді. Сондықтан да біздің боксшылар жеңілген күннің өзінде жанкүйерлер ешқашан біздің боксшыларға бір ренжіп, кейіп көңілі қалмайды. Неге десеңіздер, шаршалаңда біздің боксшылар барын қалдырып, өзін соңғы демі қалғанша бокстасады. Міне дәл осындай боксты біз бүгін Мейірболат Тойтовтың өнерінен көріп тұрмыз. Міне қабағы жарылды, ентікті дегенмен қарсыластың иықпен соққанына баспен ұрып, тіпті бір әлдене деп намысына тиіп сөйлегеніне қарамастан өз алған бетінен қайтқан жоқ. Яғни бапкердің тапсырмасын толығымен орындап жүр. 5-ші раундтың бітуіне дәл қазір 50 секундтай ғана уақыт қалды. Дәл осы 50 секундта Мейірболат шалынып жығылмаса, бұл екінші кездесуде де біздің боксшыларымыздың мерейі үстем болады ғой деген үмітіміз бар. Міне жанкүйерлердің көңілінен шығатын, біздің де көңілімізден шығатын әдемі соққыны Мейірболат дәл қазір жасады. Тойтовтың соққысына дәл қазір Ияраш Магомедов тояттап та қалғандай. Дәл қазір бұл енді керемет бокс үлгісі деп айта алмаймыз. Дегенмен төрешілердің ақтық белгісі естілді. Енді боксшылар төрешілердің шешімін күтетін болады. Бізде жақсылықтан үмітті болып отырайық. Жанкүйерлердің демін ішіне жинап, төрешілердің шешіміне ынта-шынтасымен күтіп отырған біз мына жерде отырып байқап отырмыз. Қарағанды қаласындағы Серік Сәпиев атындағы спорт кешенінде бүгін көрермен өте көп жиналған. Тіпті орын жетпей қалған жанкүйерлердің біз тік тұрып тамашалап тұрғанын да көріп тұрмыз. Дәл қазір біздің бас жаттықтырушы Нұрлан Ақырбековтың дәл осы кездесудің ізін суытпай Мейірболатқа жіберген қателіктерін айтып, яғни дәл осы жерде практикалық түрде барлығын, яғни санасына жететіндей айтып түсіндіріп жатыр. Міне мына жерде мынаны не қылдың, мына жерде былай қателестің деген секілді. Несі бар, Мейірболат өте ақылды жігіт. Бапкер шешімінен, бапкер ақылынан, кеңесінен сабақ шығарады деген сенімдеміз. Байқасаңыздар, әзербайжандық боксшылардың қолғабының шешілуі өте қиын екен. Міне, әупірімдеп жүріп, екі жақтан екі бапкер тартып, Ияраштың қолғабын зорға дегенде әйтеуір әрең шешті. Ал енді төрешілердің шешімі. Міне, құрметті жанкүйерлер, жарқын, әдемі, керемет үлгіде жеткен кезекті жеңісіміз құтты болсын. Астана